Қысқасын айтқанда, свидание. Жексенбі күні мен ұйқыдан ояндым. Хотя жоқ, оянбадым. Бұл мен түсім болды, оказывается. Жалпы мен сияқты адамдарды ояту қиын. Маған сообщение келді. Мен ояндым. Сообщение қыздан болды. Да ну, и то мені ұнатып жүрген қыздан. Ол қыз мені бүгін киноға шақырды. Да ну, қыз мені? Мен келістім. Келіссем, значит, дайындалуым керек. Дайындалуым керек болса, онда мен дайын емеспін. Мен паника ұстадым. Хотя паниканы неғып ұстаймын, итек қолым бос емес. Дайындалатын кез келген сияқты. Так. Тіс жуу керек сияқты. Мен тісімді тазаладым. Қасқа кинотеатрда аузым шіріп отпасын. Тіс жуатын пастам, оказывается, майонез болып шықты. Вот это подстава дейсің. Кім вообще майонезді ваннаға қояды? Микроволновка бар ғой. Тісімді қайттан тазаладым. Все, енді тісім Брэд Питттің тісіне кем емес. Айнаға қарасам, прическам быт-шыт болып жатыр. Бұны сразу түземесем болмайды. Мен түзедім. Бір қарап қалсам, менің үстімде киім жоқ екен. Мен киім кидім. Прическамды білдіріп алдым. Қайттан прическамды түзедім. Менің киімім өзіме ұнамады. Шешінде әдемі киім киіп алдым. Менің үстіне жаман иіс шығып тұрды. Ал әдемі киімім кір болды. Шашым қайттан быч болды. Йоп, кетті. Бір свидание дайындаламын деп салақ болып жүрмін. Киімімді кір жуғышқа салдым. Өзім душқа түсуді шештім. Душтағы су біресе ыссы, біресе салқын болды. Қой, бұл күн естелік болады ау. Смотри, осыдан кейін свиданияда тұрмыз болып қоныр болады. Позорсың ғой. Душқа түсіп болдым. Прическа жасадым. Киімді кидім. Тағы да тым жақсы прическамды білдіріп алдым. Прическамды қайттан түзедім. Так кішкене дайын болып қалдым. Енді маған ақша керек. Ал ақшаны мен 1xб қумаң қарамға ойнамаң. Ал ақшаны мен достарымнан сұрай тұрдым. Брат, короче, свиданка барып жатқан соң по-братски ақшаны бере тұр. Все, ақша бар, әдемі киім бар, өзім тазамын. Все, дайынмын. Мен келе жатырмын, күт мені. И ол қыз маған былай жазады. Ой, сори, байқамай саған жазып жіберіппін. Кешірші. Қысқасын айтқанда, свидание.